біреулеріңіз Әбу Бәкір Сыддықтай шыншыл едіңіздер. Бір ағайынымыз Хазіреті Омардай шындықты бетке айтатын азамат еді. Бір ағамыз Хазіреті Османдай ілімді еді. Бірақ міне сол төрт ағайындардың ішінен Әбдіжаппар аға бір өзіңіз қалып отырсыз. Хазіреті әлі дей, сол кісінің қайратындай. Енді міне қалған ағаларымыз о дүниелік болып кете барды, бірақ артында осындай үлкен ізгі істері қалды. Адамдық сипатты сақтап қалу үшін осы Алланың діні исламға мұқтажбыз. Қазақстанның түкпір-түкпірінен діннің жанашырлары келіп отыр. Пайғамбардың сүйікті үмметтері келіп отыр. Істеліп отқан тіршілік дүние кім үшін? Әбдіжаппар үшін емес. Алла риза үшін жәннаттағы анау бір уағыз бар ғой, депозит. Өле-өлгенімізше исламға қызмет етіп кету керек. Білекті азаматтар және қалтасы бар азаматтар бірге жүрсе, дүние жүзіндегі, еліміздегі, түкпір-түкпірдегі мешіттерді ықыласты жамаатпен толтыратын өздеріңіз ілімдеріңізбен сол мешіт салып беретін азаматтар аман болсын. Еліміздегі туын көрсететін білекті азаматтар аман болсын. Орта Азия Қазақстан бойынша бір конференция қылсақ, соны қай жерде қыламыз, Әбдіжаппар аға не қыл дейсіз? Ләж болса, Қырғызстанның, Өзбекстанның ғалымдарына да бір атақ берсек деді. Мен айттым, осы үйімнің ақырында Әбдіжаппарға бауырларыма ас бермекшімін. Соған қыса болады ғой дедім. Сөйтіп едім, ол кісілер 23 дегендей қылды да, кейін көпшілікпен болмайды ғой. Соның үшін сіздер жиындарыңызды кейінде оқысаңыздар деді. Әбдіжаппар ағаның асы қашан барамыз деп құлағым тымағаннан кейін қой енді бір уақытты белгілейді. Кішігірім қояқ десек, енді ол кешегі Әбдіжаппардың жаназасын көрдіңіздер. Ешкім айтпағанның өзінде халық сыймай кетті. Сол үшін ертеңгілерге халық сыймайса не қыламыз? Қандай мәслихат бересіздер деген елді шақыртырдым. Бірақ бұндай жерге мал сарып қылуды Аллах кімге нәсіп қылады? Кімге нәсіп қылмайды? Адамдар зәулім үй сабатыр. Ол ысырап емес. Адамдар үлкен қонақ үй батыр миллион долларға. Ол ысырап емес. Алла жолында қылған істер ысырап болады ма? Біліп қойыңыздар, мынау ертең сондай күндер болады. Қиямет күні болады. Қабірдің ішінде не атаңыз болады, не анаңыз, бір өзіңіз боласыз. Сол уақытта не ата-ана, не туған туысқан, не бауыр, не қызмет жәрдем бермейтін уақытта, осы уақытта Алла жолында берген малдарыңыз сіздерге сүйеніш болады. Соның үшін мүмкіндік барда жақсылыққа жарысайық. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور Senin dinini jardem bergenlerge jardem ber. Senin diningdi kuvvattagandарды kuvvatta. Olardyň mallarına, canlarına, ömürlerine, hizmet urpaklarına bereket ber. Berekeli hayırlı ömür ber, hayırlı urpak, hayırlı hizmet ber. Ötkenlerin rahmetini al, tirlerine hayırlı akibet ber. Yüreklerinde kanday armanları bolsa, artığı men ber. Beregenini özüңsün. Rabbim sanaga şu okuw orundan kıyametke şeýin alemge belgili okuw orunlardan birigi kıldır. Жылda mıngdagan galymdar, mıngdagan hafizler alemge tanmalçylyga barşyratyn en hayırlı mekenin haýdyzy kıl. O Rabbana Karim, düşmandyk kıbatkan kımakçy bolgandarda jelmenjek sen kıl. Halkymyzdyn işke sırtkı düşmanlarının gelmenjek sen kıl. Rabbim bizi ziyaret kılıp kelgen mına konaklarımızın kalamlarına hasanatlar,
Evlerine bereket ver. Otbasına hidayet ver. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Allahümme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar. Allahu ekber. Telefonum var, Astana'nın, Almatı'nın, Çimkent'in jigitlerine medresege mına керек dese yeteğini kepratın. Atatürk qanday edi? Ağam qanday edi? Allah Taala meni kaldırdım. Endi mening de neçe kunluk ömrüm var. Biroq mına medrese мәңгі. Kıyametke şeyin мәңгі. Қазақстан kıyametke şeyin мәңгі. Bunun еңсесі биік, ұл қыздары болу үшін imandı orta болу керек. İmandı orta болу керек. Көңілдеріне иман тығатын ғалымдар болу керек. Ал үләма варасат ләнбия, пайғамбардың ақыры Мұхаммед алейхиссалам қайтыс болды. Бірақ одан кейін қияметке шейін пайғамбарлардың мұрагерлері болады. Олар кімдер? Олар ғалымдар. Ғалымдар қайдан шығады? Ғалымдар медреседен шығады. Діни оқу орындарынан шығады. Елім, жерім дейтін, елін сүйетін, елбасысын сүйетін, отанын сүйетін, жеріндін сүйетіндер кімдер? Олар мұсылмандар ғана. Себебі құббіл ватан минал иман. Отанды сүйіп иманнан дейді мұсылмандар. Ана көлден де түскен табыстардың барлығы лоғатереге бар, медресеге бар. Бір адамын ұстамайды. Бұдан да түскен табыстардың бәрі әлхамдулилля осы медресеге бар, медресенің ертеңіне. Ал мына жерден салынып ашып тұрған жанымыздағы 600 адамдық шпажай саламыз. 600 адамдық. Оның жаны поликлиника болады. Onun paydaşın var medresesi buladı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rahman ya Rahim. Ya Aziz ya Gafur. Ya Ahad ya Samad. Ya Hayyu ya Kayyum. Ya Zel Celali vel İkram. Kudret güçlü Allah, rahimli, mirimli Allah. Bükül alemdi bilirse Allah Teala. 18 bin kalam yaratkan Allah'ı Teala. Barlık madak bir özüne, жалғыз özüne sığınamız. Şükürlük etemiz, tövbe etemiz. Yaratkanına şükür, көрсеткенine şükür, bergenine şükür. Ya Rahman ya Rahim, barşamızga imanlılık ver. İmanlılıkta kamil kılıp ver. Allah'ım barşamızga imanlılık, ruhani baylık ver. Ağızbaşlık, ıntımaklık, birlik ver. Ya Allah'ım birbirimizge mirimde, rahimli bulup nasip et. Ya Allah'ım barşamızga ahiretin olsa dünyanın tınçlığını жақсылығын nasip et. Her bir Müslüman bağrımızın koşkan kosaklarının berekeli, hayırlı, uzak ömür sürülerini Allah'ım nasip et. Her bir Müslüman bağrımızda İslam'a, dinge, hizmet жасайтын salih, ızgı, ıkılaslı, şılamdı, sabırlı, cömert, batır bağırlarımızın katarında bolup Allah'ım nasip et. Allah'ım осы келген bağırlarımızın kadamların kutlu, berekeli kılıp, екі dünyada da arzuzda, abroylu bolularini nasip et. Ya Rahman ya Rahim, barşasın istep жүрген істеріне bereket ver. Tapkan tabıslarına bereket ver. Otbaslarına bereket ver. Perzentlerine bereket ver. Ya Rahman ya Rahim, bilip istep bilmey istep жүрген үлкенді кішіліп өткен кеткен күнәларымызды Allah'ım кешір. Ya Rahman ya Rahim, barşamızды, barşa musulmanдар, barşa адамзатты соғыс апатынан, ашаршылықтан, жоқшылықтан, қайғы-қасіреттен, қуғыншылықтан, адасқандардан, азғыртушылардан өзің сақта, өзің пана бол. Я Рахман, я Рахим, залымдардан сақта, зұлымдық жасаушылардан сақта, фитнадан сақта, бүліктен сақта, өсе ғайбаттан сақта, тәкаппарлықтан, менмендіктен, мақтаншақтықтан баршамызды Аллахым өзің сақтап, баршамызға тақуалықты нәсіп et. Көркем мінез, жақсы қылық, жақсы қасиеттерді нәсіп et. Allah жолында қызмет жасайтын салих, ізгі құлдардың қатарында болуымызды Алла сіздерге де, біздерге де, барша мұсылмандарға нәсіп етсін. Ва саллаллаху тағала хайри халқихи Мұхаммад ва алихи ва асхабихи ажмаин. Би рахматика я архамар рахмин. Амин. Аллаху акбар.